Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен тағы да биологияның жетік меңгерем онлайн курсының авторы Шәкәрімова Қалдықожақызы. Бүгін сіздермен 7-ші сыныптың бөліп шығару тарауын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біз бөліп шығарудың маңызын және осы бөліп шығару өнімдерін, жануарлардың бөліп шығару мүшелерінің құрылысын қарастыратын боламыз. Ең бірінші біз адам болсын кез келген тірі ағза ашық жүйе, яғни қоршаған ортадан белгілі бір заттарды қабылдайды және осы белгілі бір заттарды шығарады. Өзінің денесінде түзілген зиянды өнімдерді шығарады. Оны шығаратын мүшелерді біз бөліп шығару мүшелері деп атайды екенбіз. Жануарлардың бөліп шығару өнімдеріне келетін болсақ, ол әрине көмірқышқыл газы біріншіден, несеп нәр, несеп қышқылы, аммиак болып табылады екен. Өсімдіктердің бөліп шығару мүшелері бұл көмірқышқыл газы мен астық су. Сонымен қоса бізде өсімдіктерде арнаулы бөліп шығарушы ұлпалар бар екен. Олар ішке бөліп шығарушы ұлпалар және сыртқа бөліп шығарушы ұлпалар болады екен. Ішке бөліп шығарушы ұлпаларға сүтті өзектер жатады. Ал сыртқа бөліп шығарушы ұлпаларға бұл бізде шірнеліктер, шайыр және эфир майлары жатқызамыз. Келесі жануарлардың қандай бөліп шығару өнімдері бар, олар қандай мүшелер арқылы бөліп шығарылады, соны қарастырайық. Біріншіден артық су. Артық су бұл біздің денеміздегі жануарлардың денесіндегі тері және бүйрек арқылы шығарылады екен. Көмірқышқыл газы ол өкпесі арқылы шығарылады, несеп нәр бүйрек арқылы, сонымен қосылса біздің денемізде түзілген зиянды тұздар болады, олар терісі арқылы бөліп шығарылады екен. Енді балалар сіздермен өсімдіктердің бөліп шығару ұлпаларын тоқталатын боламыз. Бөліп шығару ұлпаларының ішке бөліп шығарушы ұлпалар ол сүтті өзектер. Сүтті өзектер мысалы үшін жебе ағашы, бақбақ сияқты өсімдіктерде болады. Олардың мысалға алатын болсақ, сабағын зақымдасақ, сол жерден сүтті өзек шығады. Ішке бөліп шығарады. Яғни олар ішінде, ағзаның ішінде тұрғандықтан ішке бөліп шығарушы ұлпасы екен. Ішке бөліп шығарушы ұлпасы бар жебе ағашы мен бақбақтар екен. Енді сыртқа бөліп шығарушы ұлпалардың бірі шірнелік. Шірнелік ол бізде гүлдің маңында орналасады. Ол өсімдіктің гүліне хош иіс береді. Сол хош иісті неге береді? Себебі қонақ денелерді өзіне шақыру мақсатында. Шірнеліктің маңызы қонақ денелерді еліктіреді. Келесі шайыр. Бұл шайыр қылқан жапырақты өсімдіктердің сабағынан бөлінеді, діңінен бөлінеді. Шайырдың маңызы қандай? Шайыр әртүрлі микробтардан қорғайды және мына жануарлардың жеуінен қорғайды, паразиттік саңырауқұлақтардан қорғайды екен. Үшінші сыртқа бөліп шығарушы ұлпа бұл эфир майлары. Эфир майлары жемістерден, гүлдерден бөлінеді. Мысалы үшін әсіресе цитрустық өнімдердің эфир майлары өте жақсы жетілген. Ол зиянды бунақ денелерді алшақтату үшін, ал пайдалы бунақ денелерді өзіне тарту мақсатында қажет еткен эфир майлары. Енді балалар сіздермен әртүрлі жануарлардың бөліп шығаруына тоқталатын боламыз. Бірінші бұл қарапайымдылар. Қарапайымдылардың денесі бір ғана жасушадан тұрады. Олардың денесіндегі зәр шығару, бөліп шығару жиырылғыш вакуоль деген құрылым арқылы жүзеге асады. Жиырылғыш вакуольдің ішіне су толғанда денесінен шығарылып тасталынады екен. Екінші бізде жұмыр құрттардың зәр шығаруына келетін болсақ, оларда мойын бездері арқылы зәр шығарады екен. Мойында орналасқан бездердің көмегімен зәр шығарады. Ендігі келесі жануар бұл буылтық құрттар. Буылтық құрттардың зәр шығаруы әр буылтықта орналасқан метанефризия деген құрылым арқылы зәр шығарады екен. Метанефризия буылтық құрттардың зәр шығаруы. Жалпақ құрттарға келетін болсақ, жалпақ құрттар бұл жұлдызша тәрізді түтік арқылы зәр шығарады. Бұл денесінде бойлай орналасатын жұлдызша тәрізді түтік. Бұл жалпақ құрттардың зәр шығаруы. Шаяндар бізде жасыл түсті бездері арқылы зәр шығарады. Жасыл түсті бездер зәр шығару мүшесі. Енді бунақ денелер мен өрмекшілерге келетін болса, олар
Мальпиги тамыршалары аркылуу зәр чыгарат экен. Омурткалуу жаныбарлардын зәр чыгарууна келетін болсак, уларда биринчи бүйрөк зәрди түзөтүн мүчө. Андан кийин несеп агар зәрди куукка жеткизет. Андан кийин куук зәрди убакытча сактайтын мүчө. Бирок мына омурткалуу жаныбарлардын ичинде кустардын куугу болбойт. Сондуктан да мисалы үчүн кустар учуп бара жатканда зәр чыгаруу өнүмдөрүн сыртка чыгара берет. Ягни денесинде сактай алмайт. Бул кандай артыкчылык берет? Улардын денесинин ааурламауына мүмкүндүк берет. Яғни жеңил болуун камтамасыз этет. Зәр жиналып турса, сәл болсун агзанын денеси аарурлайтыны түшүнүктүү. Эndi бир жаныбарда омурткасы ол улуулардын зәр чыгаруу мүчөсү бүйрөк деп табылат экен. Омурткалуулардыкы сонун эки бүйрөк, эки несеп агар жана куук. Бүйрөк зәрди түзөдү, несеп агар зәрди куукка карай апарады, куук зәрди сактайтын мүчө. Балалар, бүгүнкү такыр кыскарау болду. Дегенменде биз бүкүл 7-сыныпка тең зәр чыгаруу мүчөлөрүнүн ережелерин караштырдык. Сиздер алынган билимди даптерге жазып, өздөрүңүздүн менен бир рет кайталайт деген ойдамын. Сону менен коса онлайн тест платформасындагы тестти чечүүгө чакырам. Сабак мунуктуу болду деген ойдамын. Эмгиче сау болуңуздар. Келесі сабақта кездескенше.